Сәлем балалар, дүниетану 2 сынып, 2 сабақ. Тақырыбы менің ата тегім. Өз ата тегін кімдерден тарайтын білетін, өз ата тегіңді таратып, айтуды үйренетін боласың. Тірек сөздер: ата тек, шежіре, ұрпақ, ата, әже. Ата, ана, ата тек сөздердің мағынасы қандай екен? Бұл сөздер балалар бір-біріне мағынасы жақын. Олар ата сөзіне шыққан. Ата, ана бұл біздің анамыз бен әкеміз. Ал ата тек дегеніміз біздің ата-бабаларымыз, әкеміздің арғы аталары. Яғни мынау ата тек атаулары мінекей көріп тұрғандай, бұларды мінекей ұрпақтар деп атады. Атадан бастап неменеге дейін әрманғырте жалғаса береді екен. Енді суретке қара, мына жердегі суретке қара. Ағайынды Арман мен Дәуреннің әкесі мен анасы жағынан тараған туыстарды қалай берген? Олар жайлы не айта аласың? Әкесінің жағынан мінекей ата мен әже, ал анасының жағынан нағашы ата мен нағашы әже екен. Яғни бұларды әже мен аталар деп айталады. Енді келесі: сендер жақсы істеріңмен, өнер білімдеріңмен ата әжелеріңді, ата аналарыңды қуанта аласыңдар. Ол қандай өнер болуы мүмкін? Біз қазіргі уақытта енді сабақты жақсы оқып, тәртіпті болсақ, үлкендердің ақылын тыңдап, кішілерге қамқор болсақ, олардың қуанышында шек болмайды. Яғни үнемі қуанып жүреді, сені мақтан тұтады. Сонымен қатар үлкендерге де үнемі көмектесуіміз керек. Ол кісілерге де біздің қамқорлығымыз өте қажет. Енді үлкендерден отбасы альбомындағы туыстарын туралы сұра дейді. Неке кішкентай қыздың өзінің альбом туралы жаңағы ата әжелерінің сұраған екен. Әділет үлкендерден отбасы альбомындағы туыстарын сұрады. Альбомда көбінесе ол кісілердің жас кездері көрсетілген. Сонымен қатар сол уақыттарда қызықты оқиғаларын айтып берді. Ал өз ата тегін бәйтерегін жаса дейді. Тапсырманы ата-анаңмен бірге орында. Неке мына жерде бәйтерегі, өзіңнің мен деп айтқан өзің, екі жағында сіңлілерің, інілерің, әке шешең, ата әжең, нағашы атаң, нағашы әжең. Мінекей осындай кішкентай шағын альбом құрастыруға болады. Атам әкемнің бала кезінде қызықтарын айтып берді. Қалай мектепте оқығаны туралы, бала кезінде жасаған іс-әрекеттері туралы әңгімелеп берді. Әкемнің жасаған қателіктерін мысал келтіріп, ақылын айтты. Атамның әкеме берген тәрбиесі мені өте солай қызықтырды. Отбасылық мұрағат: әр отбасының ата-бабадан келе жатқан суреттері мен жазбаларының арнайы сақталуы. Менің атам немесе менің әжем тақырыбында ауызша әңгіме құрастыр. Менің атам деген шағын әңгіме құрастырдық. Менің атам ел жұртқа сыйлы, қазақи болмысты, қиналған адамдарға көмегін берген беделді жан, шырайы жарқын, кесек ойлы, жанары әрдайым жарық жұлдыздай жанып тұратын өнегелі азамат, өзіне ғана тән ұтқырда ұшқыр сезім, ағайынның ақылшысы, қамқоршысы бола білу, болмысын бойында қатар ұштастырады. Ер жетіп ес білгелі атамның ұлағатты сөздері мен үшін өмірлік азық болды. Неке балалар, менің әжем депті тақырыбында құрастыруға болады. Осымен сабағымызды аяқтаймын.